Ассалаумағалейкум. Жаңалықтары бәрінен бұрын біле тұрыңыз, кезде YouTube арнамызға жазылыңыз, видеоларымызға лайк басыңыз. Лайк басын қолдарыңыз Кабатылының қабырғаларын сызнаумен. Жыным келіп тұр. Бүркіттің анасы ернін өліп кеткен. Әсел Асқарға ұрысып тастады. Блогер Әсел Асқар ернін өліп кетемін деп әжесінен сөз естіді. Бұл туралы Сан-Нүктегізек ақпарат агенттігі хабарлайды. Айта кетейік, Әсел Асқардың әжесі Айша Көпжасарова танымал әнші Бүркіттің анасы. Ернімді үлкейттім деп бөлмеге кіріп келген блогерге әжесі: "Неге? Сенің ернің онсыз да үлкен ғой. Неге үлкейттің? Әдемі болып тұрған түгің жоқ. Өтірік айтпа. Ұшық шыққан сияқты. Не айтайын? Жыным келіп тұр" деп ұрысып тастады жиен немересіне. Желі қолданушылар да Кионаның бұл сөзіне қосыла кетті. "Әжеңіз дұрыс айтады. Сіз онсыз да демедіңіз. Әсел, ренжімеңіз, бірақ әжеңіз сізді өз сұлулығымен басып озды. Әжеңіз әдемі қартайыпты. Әжеңізбен келісемін. Шектен шығудың қажеті жоқ" деп жарыса жазды желідегілер.